Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін арнамда осындай пайдалы әрі әдемі таңғы астың рецептісі болады. Оны пісіру үшін тек қана 4 ингредиент қана болса болды. Ол жұмыртқа, қызанақ, ірімшік және брокколи. Осы видеода көрсетілгендей брокколиді кішкентай бөліктерге кесіп аламыз. Арнайы ыдысқа салып, олардың барлығын жақсылап жуамыз да, қайнап тұрған суға брокколиді салып, шамамен 3 немесе 4 минуттай қайнатылған суда пісіріп аламыз. Дәміне қарай кішкене тұз себеміз, 4 минуттан кейін брокколидің піскенін тексереміз. Егер оның собығы жұмсақ болса, ол пісті деген сөз. Бұл уақыттан артық пісірудің қажеті жоқ, егер суда көп тұрса, сарғайып кетуі мүмкін. Енді қызанақты қалаған формаңызда кесіп алсаңыздар болады. Мен майда 4 бұрыш тіп турап алдым. Және де черри қызанақтардың қостым, алайда оны да қосу міндетті емес. Бәрін қалауыңызша жасасаңыз болды. Енді пісіретін табаны қыздырып, оған пісте майды құямыз да, барлық қалған жұмыртқаларды қосып шығамыз. Видеода көрсетілгендей барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз да, дәміне қарай кішкене тұз себеміз. Енді оған жаңағы піскен брокколиді осылай салып шығамыз, және де оның үстіне туралған қызанақтарды саламыз. Барлық осы ингредиенттерді баяу отта пісіреміз. Жоғарғы отта пісірсеңіздер күйіп кетуі мүмкін. Ең соңында үстіне осылай үккіштен ірімшікті өткіземіз, сол кезде өте дәмді болып піседі. Енді табаның қақпағын жауып 2-3 минуттай пісіреміз. Ең бастысы ірімшік ерісе болды. Осымен біздің таңғы ас дайын, өте пайдалы әрі дәмді болып піседі. Бұл порция негізінен 2 адамға жетеді, бірақ қалауыңызша кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнаса арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.